Hi guys! Бүгінгі жаңа сабағымызда мен сіздерге 10 ең жиі кездесетін идиомаларды үйрететін боламын. Ең алдымен идиома дегеніміз не? Бұл бізде қазақ тілінде сөз тіркестері деп аталады. Олардың құрамындағы сөздер жеке-жеке аударғанда мағыналары басқаша болады, ал бұл сөздер қосылып басқа бір мағынаны береді. Қазақ тілінде мысалы төбе шашы тік тұру, яғни қорқу деген мағынаны білдіретін, немесе ит арқасы қиянда деген сияқты алыс деген мағынаны білдіретін сөз тіркестері бар. Бұл сөздер жеке-жеке мағынасын біз бөле алмаймыз, бұл топтасып тұрып басқа бір мағынаны білдіретін сөздер. Ағылшын тілдерінде де дәл сондай сөздер идиомалар деп аталады. Және бір қызығы, ағылшындарда бұндай идиомалар өте көп, және ағылшындар бұл идиомаларды күнделікті өмірде бізден жиі қолданады. Және сіз қаншалықты идиома көп біліп, соларды күнделікті қолдансаңыз, соншалықты ағылшыныңызды әдемі етіп көрсетеді. Олай болса, сабағымызды бастайық. Ең бірінші идиома бұл бізде piece of cake. Piece of cake. Бұл оңай деген мағынаны білдіреді. Яғни easy, оңай, өте оңай деген мағынаны білдіреді. Мысалы, сіз it's piece of cake деген сияқты деп айта аласыз бір нәрсені. Бұл өте оңай деп айтудың орнына, бұл it's easy деген сияқты жеңіл сын есімді қолданудың орнына, сіз өзіңіздің тіліңізді бай етіп көрсетіп, it's piece of cake деп айта аласыз. Және келесі идиома rain, cats and dogs. Бұл дословно, яғни сөзбе-сөз аударғанда мысықтар мен иттердің жауыны деген сияқты аударылады. Бірақ бұл идиоманың мағынасы мүлдем бөлек. Жаңбыр көп жауып, құйып жауып жатыр деген мағынаны білдіреді. Мысалы, it's raining cats and dogs. Жаңбыр шелектеп жауып жатыр деп айта аласыз. Көрдіңіздер ме, өте әдемі естіледі. Келесі идиомамыз break a leg. Бұл сөзбе-сөз аударғанда аяғыңды сындыр деген мағынаны білдіреді. Өте күлкілі, иә? Бірақ бұл идиоманың мағынасы мүлдем бөлек. Бұл сәттілік, яғни удачи деген сияқты мағынаны білдіреді. Негізі ағылшын тілінде сәттілік деген good luck. Бұл good luck сөзі өте қарапайым. Күнделікті біздің тілімізді байытып көрсетпейді. Сіз оның орнына break your leg, break a leg деп айтыласыз. Мысалы, өзіңіздің досыңызға ол экзаменге кіріп бара жатқанда, мысалы, break your leg in your exams деп сенің экзаменіңе саған сәттілік деп айтыласыз. Және келесі төртінші идиомамыз бұл бізде sick and tired деген мағынаны білдіреді. Бұл бір нәрседен шаршау, немесе біреуден шаршау деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I'm sick and tired of your excuses. Мен сенің сылтауларыңнан шаршадым деген мағынаны білдіреді. To feel blue. Көңіл күй болмау. Мысалы, I feel blue on Mondays. Мен дүйсенбі күндері көңіл күйім болмайды. Келесі идиома 24/7. Бұл сөз әрқашан, әрдайым деген мағынаны білдіреді. 7 күн бойы 24 сағат. Мысалы, the store works 24/7. Дүкен 24/7 жұмыс жасайды. Келесі идиома butterfly in my stomach. Бұл дословно аударғанда асқазанымда көбелектер жүр деген мағынаны білдіреді. Бірақ бұл идиоманың мағынасы қобалжу деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I get butterflies in my stomach every time before school tests. Мен әрқашан, әрдайым мектеп емтихандарының, мектеп тесттарының алдында қобалжимын деген мағынада. Келесі идиома when pigs fly. Бұл идиоманың мағынасы ешқашан деген мағынаны білдіреді. Дословно аударып көрсек, тоже өте күлкілі. Pigs деген бізде шошқалар. Шошқалар ұшқанда деген мағына. Шошқалар ұша алмайды ғой. Сондықтан мағынасы ешқашан шошқалар ұша алмайды. Мысал келтіре кетсек, The boss will give us
a day off when pigs fly. Бос бізге демалыс бермейді деген мағынада, ешқашан демалыс бермейді деген мағынада. Келесі идиома тағы да оңай деген мағынаны білдіреді. Жаңа piece of cake деген болсақ, енді келесі оңай деген мағынаны білдіретін идиома бұл like ABC. It's easy like ABC. Бұл алфавит сияқты, ABC сияқты оңай деген мағынаны білдіреді. Және соңғы идиомамыз once in a blue moon. Бұл өте сирек деген мағынаны білдіреді. Мысалы, my sister lives in Astana, so we only meet once in a blue moon. Менің әпкем Астанада тұрады, сондықтан біз өте сирек кездесеміз. Сонымен бүгінгі 10 идиомамыз осымен тамам. Сіздерге алдағы сабақтарда тағы да көбірек идиомаларды беруге тырысамын. Сабақ ұнаса лайк басып, міндетті түрде сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Себебі алда өте қызықты әрі пайдалы видеолар көп болады. Сау болыңыздар.